Құрметті университет білім алушылары, Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне биыл 25 жыл. Университеттің қалыптасуы тәуелсіз мемлекетіміздің қалыптасуымен және дамуымен үздіксіз байланысты. Еуразия ұлттық университеті бүгінде Қазақстанның жетекші классикалық университеттерінің бірі. Еуразия ұлттық университетінің алдына қойған басты мақсаты білім, ғылым және өндіріспен тығыз байланысқа негізделген ұлттық зерттеу университеті болу. Университет әр жылдары өз деңгейін анықтайтын рейтингтерге қатысып, қазақстандық жоғары оқу орындары арасында, ТМД елдерінің жоғары оқу орындары арасында көш бастап келеді. Университетімізді қысқа мерзім аралығында үлкен нәтижелерге жеткізіп отырған, ғылыми мектептері халықаралық деңгейде мойындатылған, есімдері әлемдік деңгейде танымал, отандық ғылымның көшбасшылары болып табылатын академиктер мен профессорлар. Еуразия ұлттық университеті оқытушы профессорлар құрамы еңбектерін ғылыми кітапханаға сыйға беріп, қорды маңызды және құнды әдебиеттермен, оқулықтармен толықтыруда. Бүгінде ғылыми кітапхана қорында 4269 аталым Еуразия ұлттық университеті ғалымдарының еңбектері бар. Оның 2334-і қазақ тілінде, 1775-і орыс тілінде, 129 ағылшын тіліндегі еңбектер. Артық ғылым кітапта, ерінбе оқып көруге деп ақын Абай Құнанбаев айтқандай, келешек ұрпақты ғылыммен сусындататын, ғылыми орталарда ғылым салалары бойынша есімдері белгілі Еуразия ұлттық университеті ғалымдарының еңбектерінен жасалған. Университеттің 25 жылдығына арналған Еуразия ұлттық университеті ғалымдарының еңбектері тақырыбындағы виртуалды кітап көрмесі ұсынылды. Қордағы ғалымдардың еңбектері университет ғылыми кітапханасының абонементтерінде, ғалымдар оқу залында және электронды каталогта оқырмандарға қолжетімді.